аудандық басылымдардың, аудандық бақ құралдарының бас редакторларына, соның меншік иелері осы грант туралы ережені, норманы қадағалап жүрсе деген тілегім бар. Өйткені бұлар сол грантқа көбірек өтініш берсе, олар жергілікті биліктің белгілі бір деңгейде қысымынан босайды. Ықпалынан босайды, қысымынан босайды, бір шабалы болса да бір тәуелсіздік алуға мүмкіндік бар. Өйткені бұған дейін естеріңізде болса, бүкіл аудандық әкімдікке қарайтын бақ құралдар, аудандық деңгейдегі газет, журналдар, мысалы радиолар бар, кейбір аудандарда телеарна да бар. Олар сол аудандық ішкі саясат бөлімінің тапсырыстарына тәуелді болатында, соған сәйкес олардың жаңағы тапсырмасынан шыға алмайтын. Кейін оларды аудандық әкімдіктен кішкене бөлектеу үшін, бір тәуелсіз болу үшін оларды жеке секторға жіберді. Бірақ жеке секторға жібергенмен олар бәрібір сол аудандық әкімдіктің тапсырысына тәуелді болғандықтан, олар тағы да белгілі бір деңгейде олардың айтқанынан шыға алмайтын. Енді олар грантқа тапсыру арқылы қаржылық мәселесін солай шешу арқылы аудандық әкімдіктен бір белгілі бір деңгейде бір ықпалынан босайды. Өйткені мемлекет жаңа грант ол республикалық бюджеттен беріледі, министрлік үлестіреді. Министрлік өткізеді ол конкурсты. Сондықтан аудандық мен көбірек өңірлік бақтарға назар аударып отырғаным сол. Өйткені қазір аудандық деңгейдегі аудандық басылымдардың жағдайы өте нашар. Олардың контенті де сапасы сын көтермейді. Көбісі жаңағы әкімдіктің ықпалынан шыға алмайтын дүниелер екені көрініп тұрады.